таңғы самалмен оянатын таудың құшағында өмір сүретін ерекше әлем. Бұл қалада уақыт та, өмір де өзгеше ағады. Мен үшін Алматы шабыт, тыныс, жүректің шығуы. Бүгін сізді өзімнің жаным сүйген Алматыммен таныстырғым келеді. Қаланы жоғарыдан тамашалаған сайын көз алдымда тау жақындай береді. Өйткені Алматының тынысы биіктікте, ал сол биіктіктің жүрегі Медеу. Медеу Алматының жүрегі. Бұл жерге келгенде қаладағы у-шудың бәрі артта қалады. Ауа мұнда өзгеше, таза, салқын, жанды оятады. Табиғаттың әр сызығы, әр тасы, әр самалы балалық шақтың естелігіндей жылы. Медеу тыныштықтың ең биік нүктесі, қаланың шексіз демі. Табиғат адамды тыныштандырса, тарих адамды тереңдетеді. Алматы тек таумен емес, өзінің 1000 жылдық мәдениетімен де бай. Сол байлықтың бастауын сезінгің келсе, орталық музейге келу жеткілікті. Музей орталығында қазіргі Қазақстан Республикасының картасы көрсетілген, ал бұл картада бұрынғы көшпелі қазақ халқының мекендеген жерлері белгіленген. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай қазақ халқының көне дәуірден бүгінгі күнге дейінгі мәдениеті, тарихы, қазбалары сақталған. Ал бұл біздің заманымыздан бұрын 4-3 ғасырларда Есік қорғанынан табылған сақ жауынгері алтын адамның қалпына келтірілген киімі. Сонымен қатар музейде көнеден келе жатқан қазақтың ұлттық аспаптарының бірнеше түрі сақталған. Домбыраның қоңыр үні, қобыздың мұңды сарыны, жетігеннің нәзік әуені, барлығы ғасырлар тереңінен жеткен үн секілді. Әрбір аспап тек құрал емес, халықтың жаны мен мінезін жеткізген рухани белгі. Осы үндерді естігенде, сезінген сәтте Алматының мәдени демі бұрынғыдан да айқын сезіледі. Бұл жерде Орта Азия мемлекеттерінің мәдени мұралары көрсетілген. Көріп тұрғандарыңыздай менің жанымда тұрған қазақ халқына көршілес жатқан қырғыз халқы мен түрік халқының ұлттық киімдері сақталған. Қазақстан мен Орта Азия елдерінің ұлттық киімдері халықтың мәдениеті мен дәстүрінің айнасы. Киімдерде өрнектер мен түстер әр халықтың өзіндік ерекшелігін көрсетеді және ғасырлар бойы сақталған салт дәстүрді бейнелейді. Олар арқылы өткеннің рухын сезіп, халықтың мәдениетіне терең бойлауға болады. Ал музейдің бұл бұрышы Қазақстандық Совет одағының батырларына арналған. Музейге шолу барысында мен халқымыздың тарихы мен мәдениетінің байлығын терең сезіндім. Әр экспонат өткенге сыр шертіп, ұлттық сананы күшейтеді. Музейге келу – ол өткенді танып, болашақты бағалаудың басты жолы. Өткенді сезінген жан жаңа білімге, терең ойға ынтық болады. Ұлттық киімдер мен тарихи жәдігерлерден алған әсерімді кітаптардың тыныштығы жалғастырады. Ұлттық кітапханада мен өткен мен бүгінді байланыстырып, өз ойымды тереңдетемін. Кітап әрқашан жаңа сапарға, жаңа әлемге жетелейді, ал менің рухым сонда демалады. Әр беті жаңа идеяға, әр сөзі шабытқа толы бұл мекен мені шығармашылыққа жетелейді. Бұл менің қаламның ұлттық кітапханасы. Мұнда оқырмандарға зерттеу жүргізуге, ақпарат іздеуге, білімін кеңейтуге барлық жағдай жасалған. Алматы мен үшін жай қала емес. Бұл тынысым, шабытым, тарихым мен естелігімнің айнасы. Саябақтағы серуен, табиғат пен қала үйлесімі мені ерекше сезімге бөлесе, күн батқан сайын түнгі қаланың жарықтары мені ойға терең жетелейді. Әр көше шамы, әр тау мен аспан қаланың жүрегін көрсетеді, ал әр көрініс менің шабыт көзіме айналады. Алматы тек мекен емес, ол менің демім, шығармашылық бастауымның, ойымның кеңістігі. Жүрегің қаламен үндескенде ғана әр сәтің өмірге шабытқа толы болады. Бұл менің қалам, бұл менің Алматым.